Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Сендерге бүгін тақырып сезімі және ой қарап көретін боламыз. Не ойлайды және жақсы көреді ма деген сұрақ тұр ғой. Былай тереңірек қараған кезде бұл жерде бірнеше вариант болады. 4 вариант жасай салам. Қарап, тексеріп көрсеңіз болады. Кішкентай қысқаша өзіңіздің ойыңызды, ойлаған кезіңізде жұбыңызды, кімді көргіңіз келіп жатыр, ол жұбыңыз болсын, жігітіңіз болсын, кім болса да қарап көруге болады. Тексеріп көріңіз қазіргі сәтте оның ойы және не ойлайды деген сұрақ, жақсы көреді ма деген сұрақ. Бірінші вариант, екінші вариант, үшінші вариант және төртінші вариант. 4 вариант бар. Бірін таңдаңыз, қай вариант ыстық көрінеді, интуицияңызға қарап баға берсеңіз болады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші деген сияқты тексеріп көрсеңіз болады. Тегін расклад сәйкес келіп жатса өте жақсы. Так, бірінші паузаға қойып алсаңыз болады, немесе таңдап болсаңыз бірінші вариантқа өтетін боламыз. Бірінші варианттағы жандар Бірінші вариантымыздағы жандар не ойлайды жалпы сіз туралы? Кейде түсініксіз болып түсінбейді сізді, қаталырақ деп ойлайды, немесе кейбір ситуацияларда өзімшіл деп ойлайды, немесе бір салқынғанды деп ойлайды. Сіз мықтырақсыз жұбыңызға қарағанда. Сол кезең жалпы бұл жерде үлкен құрмет бар, үлкен сыйластық бар бұл жерде. Бірақ кейде мәселелерде әртүрлі ойлар, яғни сіз мықтырақ, одан бұл жерде бірінші вариантымыздағы жан өте мықты жан сияқты, мықты, кішкене бір салқындығы бар, немесе какой-то бір харизмамен билігі бар жан ретінде ойлайды. Көбіне сіз мүмкін эгоист боларсыз, мүмкін бір өзін ғана жақсы көреді, мені жақсы көрмейді деп ойлауы мүмкін. Бұл жерде маған деген сезім жоқ деген сияқты. Бұл жерде сезімі бар, бұл жерде тартылыс күші жақсы көреді ма деген сұрақта кішкене бір тартылыс күші бар. Сізге деген құрмет бар, физикалық тартылыс күші, яғни барлығымыз бұл жерде отырған жандар өте сондай бір үлкен жастағы жан болғанымыз үшін, әрине бұл жерде 18+, яғни интимдік кішкене қызығушылық бар деп айтуға да болады. Мысалға физикалық тартылыс күші бар. Егер мысалға бұл бірінші вариантымыздағы жан, сіздер мысалға жаңа енді ғана қарым-қатынас құрған жаңа қарым-қатынас болсаңыз, мүмкін сол бір физикалық тұрғыны көбірек бірінші орынға қоюы мүмкін. Мысалға сіздер әлі енді ғана басталып келе жатқан жаңа қарым-қатынас болса. Егер бұрыннан келе жатқан қарым-қатынас болса да, бәрібір де бір сондай тартылыс бар. Ойында маңыздысы сіз ол үшін кейде қиындық туындатады, бірақ сонда да құрмет, сыйластық, түсіну және жылулық бар. Бұл жерде көбіне бірінші физикалық тартылысты қоюға болады. Кейде қызғаныш туындайды, шамадан тыс қызғанады, мысалға ішінде жүрегінде қызғаныш бар. Шамадан тыс мүмкін өзі сізді бір эгоист деп, мүмкін өзі де бір сондай манипулятивтік әрекеттер орналған болуы мүмкін. Мысалға манипуляцияға беру мүмкін сізді. Мысалы бірінші варианттағы жан қызғанып, шамадан тыс сондай бір әрекеттер бар бұл жерде. Сондықтан осындай ойда бірінші вариантымыз
соған да жалпы назарыңызды аударып қойсаңыз. Бірінші вариантымыз, егер сәйкес келіп жатса, сіздің раскладыңыз сәйкес келмесе, басқа варианттарды қарап көрсеңіз болады. Екінші вариантымыз, бірінші вариантымыз араластырайық карталарымызды. Екінші варианттағы жан жақсы көреді ма? Так. Екінші вариантымыздағы жандар сіздердегі жақсы көреді ма деген сұрақта. Екінші вариантымызда ренжу, көбіне кішкене ызалық, ашу, ыза, ренжу, өркөкіректік бар. Екінші вариантта мәселе бар, қарым-қатынас екені көрініп жатыр, қысым, көңіл қалу, наразышылық, риза болмау, бір ситуацияны қайта бағалау, немесе бір көңіл қалу процестер орын алған сияқты мәселе бар екінші вариантымызда. Сондықтан бұл жерде әрине көбіне өкінішке орай деп айтайын, бұл жерде жақсы көруге үлкен бір толқын тасып тұрған нәрсе көріп тұрған жоқпын. Романтикалық әрекет мүлдем жоқ. Өзімшілдік, тәкаппарлық, ашу, ыза, сонымен қатар ренжу, конфликт, ашулану, ызалану кезең көрініп жатыр, бір сондай ыңғайсыздық туындатып жатыр. Яғни қазіргі сәтте көбіне сезімдер кезеңі өзгеріп тұрады, жақсы көру кезеңі өзгеріп тұрады. Сондықтан қазір на данный момент, қазіргі сәтте осындай бір әрекетте, яғни ойы осылай. Мүмкін бір жақын арада бір сізде ыңғайсыздық туындады ма, салқындық немесе бір ұрыс-керіс жанжал туындады ма, соның өзі осыны көрсетіп жатыр. Яғни айқын дәлел көрсетіп жатыр. Бұның ішінде өзімшілдік бар, эгоистік бар, қысымдық бар, өркөкіректік бар. Бұл жерде мүлдем сезімін көрсетпейді. Бұл кісіде бар болса да, енді адамдар махаббатпен, сезіммен отбасы құрады. Ешкім ажырасамын деп, жаман көремін деп отбасы құрмайды. Сондықтан бұл кісіде бар болғанмен көрсете алмайды. Бірінші қазіргі сәтте мүлдем бір ашу ызамен толып тұр. Не ойлайды деген кезде, сіз туралы не ойлайды? Бұл жерде әрине енді бұл ашуланып тұрған соң сіз туралы ашулану, ыза, сақындап кетті, мен түсінбейді, мүлдем бір-бірімізді түсінбейміз, өзімшіл сондай бір әрекеттер, тыңдамайды мені мүлдем, өйткені бұл кісіге тыңдаған ұнайтын сияқты. Мені тыңдасын, мен ер азамат бірінші орынға қою керек, мен билікпін, мен бастықпын, мен бұл отбасыда бірінші маңызды жанмын деген сияқты бір сондай ойда. Яғни сіз мүмкін осы кезеңді туындатпайсыз. Бұл жерде балалар үшін, егер балалар болса, немесе бір қандай да бір комфорт үшін ғана отбасы құрып жатқан боларсыздар, былай да өте қиын кезең, яғни қысымдар, сонымен қатар көңіл қалу. Бір адам екінші адамды дұрыстауға тырысатын сияқты үнемі. Мен сізді кінәлай алмаймын. Бұл жерде мүмкін ер азамат, әйел азаматы дұрыс жөндегісі келеді, строптиваға, яғни бір жөндеп, жөнге салып, тәрбиелегісі келеді, бір сондай ыңғайсыздықтар туындайтын сияқты. Екінші вариантымызда осындай өкінішке орай осындай болып жатыр. Ренжімеңіз, егер сізде сәйкес келмей жатса, мүмкін вариантты дұрыс таңдамадыңыз, келесі варианттарға қарап көріңіз деген сияқты айтуды қалаймын. Жақсы көреді ма деген сұрақ. Не ойлайды сіз туралы деген сұрақтарымыз үшінші вариантымызда. Бұл жерде жақсы көреді ма деген кезде әрине енді
бауыр басқан кезең, аса қатты романтика тартылыс көріп тұрған жоқпын. Бұл жерде комфорт, ыңғайлы, сізбен мүмкін физикалық тартылыстар ұнайды. Бұл жерде қарым қатынас өте бауыр басқан деп айтуға болады. Романтикалық кезең мүмкін бір. Енді барлық жерде бұл әлемде болғаннан кейін әртүрлі болады. Мысалға қарым қатынас 3 жылға дейін романтика болып тұрады, содан соң бала, бытовуха деген сияқты мәселелер туындап кетеді. Мүмкін сіздерде қарым қатынасыңыз біраз болған, жылдар болған, ұзақ созылған қарым қатынас шығар. Сондықтан сіздердегі қазіргі әрекетте ненависть көріп тұрған жоқпын. Бірінші әрине бар тартылыс күші, бауыр басқандық, жылдар болған, мүмкін бала бар ортада. Түсіну, бір-бірін ыңғайлы, сізбен өте ыңғайлы, және физикалық да тартылыс бар. Бұл жерде аса қатты романтика лүпілдеп тұрмаса да, өңіде комфортты, ыңғайлы деген сияқты бұл жерде көрініп жатыр. Аса қатты романтикасын көрсете алмауы мүмкін бұл ер азамат, бірақ сонымен қатар сіз ол үшін маңыздысыз. Тағы да бұл жерде ойын қарайтын болсақ, сіз туралы не ойлайды деген кезде, әрине өте жақсы ойда, түсіну, бір-бірін бауыр басу, жақсы ойда ойлайды, өзге істер қызығушылықтар туындайды, сізге деген тартылыс күші бар. Енді аса қатты көрсете алмаса да, бірақ сіз үшін ол үшін маңызды, сіз үнемі ойлап тұрады. Түсінетін жан ретінде, жақсы араласатын жан ретінде, қолдау білдіретін жан ретінде ойлайды. Өте жақсы ойда бұл жерде. Ой өте күшті, көбіне. Сондықтан жаман ой деп айта алмаймын бұл кісіні. Өте жақсы ойда. Енді үнемі ойлап тұрады деп айта алмаймын, бірақ анда-санда енді романтика кезең бұл жерде аз болғандықтан жақсы ойда деп айтуға болады. Түсінуден, құрмет, құрметтеу бар, сізбен ыңғайлы, гармонияда ол үшін. Кейде бір-біріңізді бұл жерде мен жалпы анализ талдау жасаған кезімде үшінші вариантымызда бір кезең, бұл жерде үшінші вариантымызда мынадай сияқты. Яғни кейде түсіну қиын болса да, кейде ренжу, кішкене бір ашулану кезеңдер бар болса да, жанжал, шатасу кезеңдер бар болса да, бәрібірде сезім бар. Кейде түсінбесе де, кейде жаңағы қарым-қатынасты выяснять етуге, яғни бір мәселені шешуге, сөйлесуге талпыныс болмаса да, бұл жерде түсіну деген сияқты әрекеттер бәрібірде сіз ол жан үшін маңыздысыз. Сондықтан осындай кезеңдер туындайды. Көрсетпесе де мысалы романтикасын, кейде ренжісе де қарым-қатынаста. Мысалы сіздің, былай деп айтуға болады, үшінші вариант, мысалы сіздің қарым-қатынасыңыз сырттан бақылаған кезде бір тұрақсыз, түсіну қиын, салқын қанды болып көрінгенмен, ішкі жан дүниеге үңіліп қараған кезіңізде, ішкі қарым-қатынаста бұл жерде тартылыс, комфорт бар. Мүмкін айтып өткенде сіздерде ұзаққа созылған қарым-қатынас болуы мүмкін, жаңа қарым-қатынас емес. Сондықтан осындай кезеңдер байқалады. Енді кейде адамдар ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сияқты, кейде сондай бір іріткілер пайда болып қалуы мүмкін, түсініспеушіліктер. Соның өзінде сіздерде бәрібірде шешуге мүмкіндік бар. Осыған үшінші вариантымызды нақты айтуға болады. Яғни мысалға сырттан қараған кезде сіздерде мысалға өзіңізді мысалға баға беруіңіз мүмкін, мәселе бар, бірақ шын мағынада ондай бір ашулану, ондай бір іріткі салатын манипулятивтік әрекеттер көрінбейді. Сондықтан бұл вполне себе нормально деген сияқты. Келесі вариант. Төртінші вариантымыздың талдауы.
Бұл жерде түсініспеушіліктер бар сияқты, екі бір мықты жан, екі жанда, төртінші вариантымызда өте бір мықты жандар қарым-қатынас кейде бір түсініспеушіліктерге толы, сонымен қатар жанжал ыза бар арада, сонымен қатар кішкентай бір мәселеге бола салқындықтармен кішкене мініздеп әші сөздер бар деген сияқты. Бұл жерде қарым-қатынас кезең кішкене бір әңгімелер бір сөзге келе алмау, бұл жерде сөйлесу бар. Бұл алдыңғы қарым-қатынастарда ренжу бар болса, сіздерде сөйлесу бар, бірақ бір сөзге келе алмайсыз. Мысалы, екі мықты жан, мүмкін жасыңыз бірдей ма, төртінші вариантымызда екі жанның жасы бірдей жас па, немесе бір адам, екі адамда өте бір лидер жандардың қосылғаны, екі мықты жан қосылып дағы лидер, сондықтан бір-біріне сәйкес, яғни ешқайсысы мойымайды, жаңағы иілмейді деген сияқты, бейімделмейтін қатып қалған қатыгез жандар, екі жан мықты жанның қосылған отбасы. Яғни сіздер әйел кісі мықты, жан, ер азамат та мықты, яғни әйелмін деп иілмейді, ер азаматпын деп иілмейді. Сондықтан бұл жерде мәселе туындайды, сөзге таласып қалу, ашулану, көрсету өзіңізді мықты, кім мықты деген сияқты кішкене бір құбылмалы қарым-қатынас бұл жерде. Бұл өте маңыздысыз. Бұл жерде сіз туралы не ойлайды деген кезде өте маңызды ойда, үнемі ойлайды, сонымен қатар бір түсінбейді, кейде бір ашулану деген сияқты болуы мүмкін. Өзін бір бұл жерде сіз билік жасағыңыз келеді, мені кішкентай бала сияқты қойғысы келеді, мені бір сондай арада бір ірітке салынған әрекет, мысалға ер азамат мықты, бұл жерде де сондай бір тема, тақырып, бірақ бұл жерде мен манипуляция көріп тұрған жоқпын, жай ғана мысалға әйел кісінің мықтылығы бір сондай ер азаматқа кішкене ыңғайсыздыққа туындатқан сияқты. Яғни бұл жерде төртінші вариантымызда как будто бір мені сыйламайды, мені кішкентай бала сияқты көреді, мені серьезно қабылдамайды деген сияқты әрекет бар. Сондықтан яғни бір жөндегісі келеді. Мүмкін сіз күйеуіңізді дұрыстауға тырысасыз ба, мысалға тәрбиелеуге тырысу, бір сондай ыңғайсыздықтар туындатады. Яғни әртүрлі ашулану, бала сияқты ренжу ойда бұл жерде. Сондықтан өзін кейде бұл ер азамат сізден әлсізірек сезініп қалуы мүмкін. Сіз оған бір управление жасап, мынандай жасау керексің, мынандай сызған кішкентай бала сияқты көреді деген сияқты. Яғни қарым-қатынас кішкене бір әлі пісіп жетілмеген, қарым-қатынасымыз әлі бір деңгейге жеткен жоқ деген сияқты бір көңіл толмаушылық бар бұл жерде. Яғни бір тепе-теңдік жоқ деген сияқты, жақсы көреді ма деген әрекетінде де бір кішкене тұрақсыздық бар, әртүрлі, бірде ашулану, бірде жақсы көру әртүрлі болып тұрады, өзі де түсінбейді, кейде бір сезімін көрсете алмайды, кейде бір салқындап бара жатқан сияқты, кейде бір таңдаулар әртүрлі, ойланулар, бұл жерде таңдауларға түседі, түсінбейді, жақсы көрем бе әлде жоқ па, сезім бар ма жоқ па деген сияқты, бұл жерде салқындық бар сияқты. Сондықтан мүлдем көрсетпейді дағы, бар болса да бұл жерде нақты бір тұрақты әрекет жоқ екені көрініп жатыр. Яғни кішкене салқындық, сонымен қатар тек қана өзін ғана жақсы көреді, өзін ғана бірінші орынға қояды. Сезімде бұл жерде махаббат, романтика емес, бәсекелестік сияқты. Мысалға, кто сильнее, кім мықты бұл жерде. Соның ішінде бұл жерде әңгіме шығып қала беретіні анық. Сондықтан да кішкене ызалық сөйлесулерде бір сөзге келе алмау, немесе шағыс сөйлеп, аш-ашы сөздермен кішкене бір мін іздеп, әр мәселе кемшілік іздеп отырып, шұқы отырып іріткін табатын әрекеттер көрініп жатыр. Яғни бізде төртінші вариантымызда осындай мәселе бар. Значит, бұл жерде көбіне төрт вариантымызда да сезімі мен ойында жақсы көреді ма деген сұрақтарында мәселе бар сияқты. Сондықтан өзі де түсінбейді. Бұл жерде мен нақты сізге деген сезімі тұрақсыз екені көрініп жатыр. Бірде жақсы көретін сияқты көрінеді, бірде салқын болып көрінеді, немесе сізді салқын деп көрінеді. Бір сондай ыңғайсыздықтар бар. Жерде аса қатты романтикамен тартылыс көріп тұрған жоқпын. Ол басқа нәрсеге өзгеріп кеткен сияқты, сезім кезеңі деңгейі өзгерген сияқты болып көрінеді. Төртінші вариантымызда осындай. Назарларыңызға рахмет. Лүпілдеріңізді аямаңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса лайк баспаңыздар деген сияқты. Сау болыңыздар, рахмет.